Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай үйдегі бар заттардан жасалынатын шоколадты печенье жасаймыз. Видеоны толықтай қарап, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қолдап кетіңіздер. Алдымен какао мен ұнымызды алдын ала електен өткізіп аламыз. Ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып, үстіне қантымыз салып, қантымыз жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Үстіне азырақ тұзымызды саламыз. Ерітілген сары майымызды, одан кейін азырақ сұйық майымызды құйып аламыз. Үстіне ұнымызды, какаомызды, одан кейін қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін қолымызбен жақсылап илеп, жұмсақ қамыр шығарып аламыз. Қолымызға азырақ сұйық майымызды жағып, осылай домалақ формада барлығын жасап аламыз. Печкамызды алдын ала 180 градуста 10 минутқа ысытып аламыз. Осылай барлығын домалақ формаға салып аламыз. Одан кейін 180 градуста 20 минутқа пісіріп аламыз. Печеньеміз дайын болды. Енді печеньелерді осылай өз қалауларыңызша шоколадпен әрлесеңіздер болады. Мен осылай сахарный пудра сеуіп алдым. Рецепт ұнаса, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Көңілдеріңізден шығады деген ойдамын.